Сәлем қыздар, мен бүгін дастарханның сәнін келтіретін өте жеңіл салат дайындағым келіп тұр. Дастарханыңызда түрлі түсті болып, өте әдемі көріп беріп тұрады. Менімен бірге болыңыздар. Мұнда мен тәтті бұрыштарды ортасынан бөліп, жуып тазалап алдым. Енді осыны қиғаштап турайтын боламыз. Алдымен осыларды қиғаштап турап алайық. Міне қыздар, осылай тәтті бұрыштарды қиғаштап турап алдық. Енді осының үстіне қиярымызды турайтын боламыз. Келесі кезекте помидорды да қиғаштап турайтын боламыз. Менде мында черри помидорлар бар. Осыларды да салатымыздың құрамына қосамыз. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Ортасынан бір бөліп. Менде мында салат жапырақтары бар. Салатымыздың құрамына қосатын. Осыларды да турап аламын. Қыздар, мен салаттың құрамдарын осылай түгендеп алдым, бәрін турап. Енді осыны араластыратын соусымызды жасаймыз. Менің қолымда зәйтүн майы. Осының үстіне тұз саламыз шамалы. Тайский тұз саламыз. Лимон суын құямыз. Орегано приправасын саламыз. Ұсақтап туралған укроп. Соусымыз дайын болды. Салатымызға қосып араластырамыз. Осылай салатымыздың үстіне қара, жасыл зәйтүндерді саламыз. Қыздар, міне осылай тарелкеге салатымызды орналастырып алдық. Енді осының үстіне қызыл жуаны теркіден өткізіп салатын боламын. Менде мында сыр бар, фетакса сыры. Осыны сәндікке салатымыздың үстіне қоятын боламыз. Қыздар, менде мында тәтті бұрыштың сыртын жұқалап алдым, қабығын жіңішкелеп турап суға салып қойдым. Соны сәндікке салатымыздың бетіне себетін боламыз. Қыздар, менің бүгінгі жасаған сочный салатым дайын болды. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.